Жетісай ауданы Абай ауылдық округі Отан елді мекеннің тұрғыны Биба Мария Танабаеваның осы ауылға келін болып түскеніне 50 жылдан асқан. Босағаттаған күннен қазіргі сәтке дейін от жағып күл шығарып келген ол көгілдір отынның берілгеніне қуанышты. Жыл сайын 300 мың теңгеге көмір алып келген отбасы енді артық шығыннан арылды. 70 жылдан бері күткен табиғи газды жеткізіп берген жандарға айтар алғыстары шексіз. Құдайға мың қайтара шүкір, бірінші тәуелсіздігіміздің арқасы, екінші Қасым-Жомарт Тоқаевтың арқасы, одан кейін елбасымызда жүрген мына азаматтардың арқасында көгілдір отынға Құда қаласа қолымыз жетті. Міне шайымыз қайнап, тамағымыз пісулі, жылы тамда, мына қыстың кезінде жаурамай отырмыз Құда қаласа. Тек Биба Мария Танабаева ғана емес, қалың ауыл тұрғындары көгілдір отынның келгеніне дән риза. Мына келіндеріміз, нелеріміз мынау көмір тасудан, от жағудан құтылып қалды. Осындай тірі істеп атқан ауылдың басшыларына, елдің басшыларына, аудан басшыларына, соның басы қасында жүрген ер азаматтарға үлкен рахметімізді айтамыз. Міне еліміз осындай көркейіп, игілікті істерге бола берсін, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, еліміз көркейе берсін. Мынау осындай газдың келгеніне бәріміз де қуаныштымыз. Сала мамандарының мәліметінше аудандағы 105 елді мекеннің 56-сы, яғни тұрғындардың 53% табиғи газға қосылған. Одан бөлек жалпы құны 2,5 миллиард теңгені құрайтын Жаңауыл, Достық ауылдық округтеріндегі елді мекендерге жеткізуші газ құбырын салу жұмыстарын жүргізілуде. Аудан әкімінің тапсырмасымен жылдың басында құрылысы басталған 14 табиғи газ беру нысандарының бүгінде 7-і толығымен қолданысқа беріліп отыр. Қалған 3-і жыл соңына дейін тапсырылса, келесі жылы тағы 12 елді мекенге газ беріледі деп жоспарлануда. Жетісай ауданы бойынша биылға 14 нысан құрылысы жүргізіліп жатыр. 14 нысанның 2023 жылға 7 нысаны пайдалануға беріліп жатыр. 7 нысанның бүгін біз 4 нысанын ашып отырмыз қазір таңда. Жалпы 4 нысанда 20 мыңдай тұрғын халық бар. 20 мыңдай тұрғын халық табиғи газбен қамтылып жатыр бүгін. Жыл соңына дейін 3 нысанды қосамыз деген жоспардамыз. Жетісайдағы газдандыру жұмыстарының қарқынды жүргізілуінің нәтижесінде мереке қарсаңында Отан елді мекенмен қатар Жылысу ауылдық округіндегі Байқоныс, Сейфуллин және Әл-Фараби елді мекендерде табиғи газға қосылып отыр. Сонымен қатар Қызылқұм ауылдық округіндегі Қарасақал елді мекеніне магистралды газ құбырының құрылысы, Жаңауыл ауылдық округіне қарасты Әбдіхалық, Мырзашөл, Атақоныс елді мекендерін газдандыруға мердігер мекемен анықтау мақсатында мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Мынау газымыз Құда қаласа елдің игілігіне жұмсала берсін. Мына бүгінгі газды қосқанымыз құтты болсын. Еліміз аман, заманымыз тыныш болып, Құда қаласа міне газымыз міне қосылды. Өшпесін газымыз Құда қаласа.